Al, қандасым, мына жақта көпшілік көріп отыр сені. Сосын, оңай сұрақ қояйын, е? Ұтсаң 5000 теңге бере салам. Ертең Инстаграмнан көресің өзін. Тәуелсіздігімізге неше жыл болды? 91, тоқтай тұрыңыз. 28 жыл. Биыл сонда қанша болады? 28 жыл толды. Осы енді 29 жыл толады. Неде? Декабрьде? Декабрьдің 16-сында. Дұрыс. Жауап бердің. Екінші сұраққа жауап берсең 5000 теңге бере салам. Екі сұрақ жетеді саған. Әпте елге 3-тен қойып бұл жатқам. Тар жол тайғақ кешуді кім жазды? Авторы кім? Ай, тоқтай тұрыңыз. Тар жол тайғақ кешу. Тар жол тайғақ кешу. Кісе тұрыңыз кім еді? Бұлақ емес. Сәкен Сейфуллин? Жоқ. Ал. Тоқтай тұрыңыз, Сәкен Сейфуллин ол поэт, да? Сәкен Сейфуллин, может быть? Или қателестім? Серьезно? Дұрыс. Рахмет. Кеттік болма. Биыл тәуелсіздігімізге қанша жыл болады? Оңай сұрақ қой. Иә. Тәуелсіздігімізге қанша жыл болады биыл? Алдында қандай тойлатып едік? Есіңізде ма? Концертте? Қанша жыл еді? 75 жыл. Тәуелсіздігімізге? 20. Тоқтаңызшы. 20. Сен қай жылғы баласың өзі? 2003-сің ба? 25 жыл. 25 жыл ма? 25 жыл. Биыл ма? Қабая. Енді сүрінді енді. 91 жылы тәуелсіздікті алдық. Есептемейсіңдер ма? Тәуелсіздік 91 жылы алдық қой. Қабая. Жарайды. Осы төңіректе өте танымал біздің бір фабрика бар. Қалай аталады ол? Рахат конфет, е? Өте дамды, жақсы. Дұрыс. Міне оңай сұрақ оп-оңай болды ма? Ішке чот атсақ өтсіз? Жасын жақасыңыз. Жарай, чот атасақ. Жоқ, әнді таксилеріміз. Бірге жүрсіңдер ма? Кеттік. Так.